Сәлем достар, сіздермен болған Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы Жауыз өмір бірінші бөлім. Бұл серияны мен өзім ғана түсірмеймін, бұл бізде коллаб болады, досыммен бірге түсіремін. Кіммен десеңіздер, осы жерге каналын скрин етіп қалдырып кететін боламын. Әрине, Нұрайлым Тока мен Назей Тока. Екеуміздің еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик кетіңіздер. Екінші бөлім Нази Токада шығатын болады. Біз сіздерді қатырақ жақсы көреміз. Ал ендеше кеттік, бастайық. Кім келіп тұр екен? Ашып көрейін. Сәлем әйгерім. Сәлем. Көп болды ғой келмегелі. Сол, бүгін келіп тұр қой. 1 сағат күттік қой. Даже 1000 сағат дей беруге де болады. Телефоныңа звондады қалмадың. Даже есігіңді қақтым алмадың. Музыка тыңдап жатқансың ба, не істедің? Телефоным ана жақта қалып қалған. Телевизор көріп аттым. Құлағың кәрім болып қалған ба, тасқарансың ба? Жоқ, енді телевизордың дауысын бақыртып қойып қойғам ғой. Білесің ғой, мен бақыртып қойып қойып көремін ғой. Туй, бірше, мақұл ұрыспай қояйықшы. Сен не үшін келдің? Мен енді жайдан жай келе салмаймын ғой. Енді айтсай. Тоқташ, екеуміз бірге қыдырайық дегенде кафеге барайық, солай. Жарайды, сенің әкең жіберді ме? Жіберді, әрең дегенде сұрандым ғой. Жібермей жүреді, көп болды, мен сен сағынып кеттім. Мен де ғой. Бірақ мен әлі киімімді киген жоқпын, боянуым керек, шашымды тарауым керек, өте көп қой. Түсте шығайын деп тұр қой, или кешке. Қоя берші, мен де дайындалам ғой, екеуміз әдем болып бармаймыз ба? Сонда сен менің киімімді киіп боянасың ба? Не болып қалды соншама, или қызғанып тұрсың ба? Жоқ, қызғанып тұрған жоқпын ғой. Бәсе, мені үйіңе кіргізбейсің бе? Жоқ, кіргіземін. Кел кір. Ендеше кеттік. Мен алдымен душқа түсіп алайын, ал сосын боянып шашымды тараймын. Ал сен қазір дайындала бер. Сен душқа түспейтін шығарсың? Жоқ, түспеймін ғой. Онда мен киім таңдай берейін? Жарайды. Саған таңдап берейін бе? Жоқ, өзім таңдап аламын. Өзіңе таңдай бер. Жарайды. Так, қандай киімдер бар екен? Бұл қыздың киімдер көп қой. Мына киіміше? Жоқ. Бұл, білмеймін, маған ұнамайтын сияқты. Жараспайды енді, бірақ әдемі киім. Мынау енді шортик пен футболка ғой. Так, өзім нормальный киім киіп келуім керек еді. Асығысып шығып кеттім ғой. Мынау бірде ғой. Парни киім алдық қой екеуміз. Вау, мынау әдемі көйлек қой. Давай осыны киемін. Вау, әдемі көйлек маған қатты ұнады. Мыналарды осылай қоя салайын. Болды. Енді қазір бояна берейін. Кеттім. Вау, өзің әдемі көйлек тауып алыпсың ғой. Маған бұл қатты ұнап қалды. Жарасып тұр ма? Әрине жарасып тұр. Маған да қатты ұнады. Ендеше мен бояна берейін. Сен жуынып болған шығарсың, жуынып болдым. Қазір енді киімімді ауыстырып алайын. Мен киімімді ауыстырмас бұрын бірінші боянып алам ау деймін. Бояна бер. Кел қасыма. Мен сен бояндырып берейін бе? Жоқ, өзім бояна алам. Мені де бояндырып берші. Енді мен өзім 1 сағат боянам ше. Жарайды, өзім бояна саламын. Болды, енді дайынбыз, дайынбыз. Ендеше кеттік шай берейік. Кеттік. Анау жігіт күшті ғой, қарашы, сымбатты ғой. Қайсы? Анау ма біраз отырған? Менді басқа бала көріп тұрсың ба? Да, 2-ақ стол ғой.
қойшы, қайдағы сымбатты? Маған ұнамады. Енді нормально десек те болады. Ой, шыныңды айтшы. Ой, шынымен деймін. Барда сен су алып келші. Қойшы, өзің алып келші. Сен енді күшті тыңдайсың ғой, бір сусын алып келші. Жарайды. Ендеше мен кеттім. Вау, анау қыз күшті ғой. Кімді күтіп отыр екен? Қасына барып көрейінші. Әдемі, сұлу қыз ғой. Ендеше барып көрейін. Сәлем. Сәлем. Сен кімсің? Мен сені танымаймын. Мен де сені танымаймын, бірақ таныссақ деймін. Мен жігіттермен таныспаймын. Жай дос болып қалайықшы. Қалай десем болады екен? Мен негізі ұлдармен дос болмаймын. Енді қыз бен ұл болып жүрмейміз ғой, пара болып жүрмейміз, жай дос болып қаламыз. Жарайды, дос болсақ дос болайық. Атың кім? Атым Нұрай. Ал сенікі? Менікі Жандос. Күшті. Сенің есімің өте әдемі екен, Нұрай деген өте әдемі естіледі. Аха, бәрі де сөйтіп айтады ғой. Кешір, бұл орын бос емес еді, менің құрбым келеді. Жәнегі шашым бубаған сол ма, сенің құрбың? Я, ол менің жан құрбым ғой. Енді бара берші, қазір ол кеп қалуы мүмкін. Қоя бер, келсе тұрамын ғой. Әңгіме айтайық, жасың қаншада? Қыздың жасын сұрамайды ғой. Ой, есіме шығып кете береді. Ал сенікі? Менікі 20-да. Енді әңгіме айтайық дегендей сөйлесейік. Аха. Нөмеріңді бересің бе? Жоқ, бере алмаймын. Не үшін беруім керек? Біз жай ғана дос болып қалдық қой. Енді дос болсақ, бір-бірімізге нөмерімізді берейік те. Қазір менің телефоным, яғни үйде қалып кетті. Менің нөмерімді жазып алсақ? Жарайды. Аха, айта бер. 8 775 642 49 94. Аха, болды, жазып алдым. Бара бер ендеше, өзім жазам ғой WhatsApp-қа. Аха, сау бол. Сау бол. Кеттім. Не болып қалды? Ой, ана апайда су бар ма десем, су жоқ дей береді. Бір тауып беріңіз дедім да. Не бәле, бұл кафеде су жоқ. Бекер келдік қой. Я, айттым ғой мен саған бекер келдік деп. Туй. Не болды? Бетің қызарып кетіпті ғой. Бір нәрсе болып қалды ма? Жоқ, еш нәрсе болған жоқ. Айтсай, енді жан досыңнан істемейтін шығарсың, жасырмайтын шығарсың. Жарайды. Сен де қоймайсың ғой. Анау жәнегі сен айтып жатқан жігіт ше? Я, не болып қалды? Сол жігіт мені ұнатып қалған сияқты. Маған таңсанып, білмеймін, біртүрлі қарады ғой. Мені ұнатып қалған сияқты, екеуміз дос болайық деді. Сосын маған нөмерін берді. Солай жазып алдым. Шынымен жазып алдым ба? Маған берші. Қалай берем? Білмеймін енді. Маған берсең не болды саған? Жоқ, бере алмайым. Ол ешкімге берме дейді. Сенде бір дос дейді-ау. Вообще-то сен оны ұнатпайсың да ғой. Сонда сен менің жігітімді тартып алдың ба? Ол менің жігітім, ұқтың ба? Болды, мен сенімен ешқашан дос болмаймын. Кет жары. Не болып қалды? Мен соншама не істеп қойдым? Мыналар менің нервыма тиіп отыр. Менің құрбым сатқын менің жігітімді тартып алды да кетіп қалды. Не болса оны мен жақсы көріп едім. Қарасай, күлімсіреп отыр ғой екеуі. Бәрібір де мен одан тартып аламын. Маған бір жоспар құру керек.
Мыналарды фотоға түсіріп алайын ба? Давайте. Сосын, так, кімдерге жіберсем болады екен? Маған ой келді. Давай мама папасына жіберейік. Сосын оны ешқашан шығармайтын шығар. Давайте түсіріп алайын.